Сармат ақсүйектерінің обалары. Сарматтардың алып обалары қоғамның әлеуметтік жіктелуін айқын көрсетеді. Олардың көлемі мен қабірге қойылған заттардың сапасы әртүрлі. Бұл сармат қоғамында ақсүйектер мен қарапайым халықтың болғанын дәлелдейді. Жайық пен елек арасындағы Филиппов обасы ақсүйек көсемінің қабірі. Биіктігі 7 метрге жететін бұл обаның айналасы дуалмен қоршалған. Қабір ішіне бөренелерден шатырлы құрылыс салынған. Ертеде тоналған обада құнды заттар құпия шұңқырларға жасырылған. Онда алтын жапырақшалар мен көмкерілген бұғы мүсіндер мен алтын ыдыстар табылды. Бұл сарматтардың байлығы мен өнерін көрсетеді. Қабірден қару-жарақ, ат әбзелдері және алтынмен апталған бұғы мүсіндері табылды. Сармат көсемінің киімі мен қару-жарағы алтынмен зерленген. Бұл оба біздің заманымызға дейін 4-ші ғасырда салынған. Біздің ғасырында аландардың билік құруы мен жерлеу ғұрпы өзгерді. Аландардың қабірлері тар және терең емес болды. Мәйіттің бағыты да өзгеріп, солтүстікке қаратылатын болды. Аландардың қылыштары ұзын, жебелері темірден жасалған. Ақсүйек аландардың бас сүйектері деформацияланған. Бұл ғұндардан алынған дәстүр. Страбон сарматтардың мал өсірушілер екенін жазған. Олар қой, жылқы және түйе өсірген. Қыста солтүстік Каспий құмдарында қыстаған. Сарматтар мүліктерін арбамен тасымалдаған. Арбалар тұрғын үй ретінде де пайдаланылған. Қыш ыдыстарға қымыз бен шұбат құйылған. Мерекелерде әйелдер әртүрлі әшекейлер қолданған. Сармат көсемдері денелеріне таңбалар салған. Қабірлерге тамақ қалдықтары қойылған. Осы мәліметтерді қолдана отырып алдағы тапсырмаларды ұтымды орындаңыздар. Сәттілік!